әрбір 5-ші бала кибербуллингпен кездеседі. Демек, екеуі рахат переписканы, фотоны желіге салу заңмен қудаланбайды ғой, иә? Әзірше жоқ. Біздің депутаттарымыз оны халыққа дұрыс жеткізбеді деп ойлаймын. Ол жерде былай жазылып тұр: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін материалдар. Ол жерде кибербуллинг қана емес, өйткені интернетке тәуелділік ол психологиялық мәселе. Қайырлы көрермен, эфирде Жастар Лайв сұхбат. Бүгін бізде қонақта Жас ұлан республикалық ұйымының төрайымы, қоғам белсендісі Динара Тайбасаровна. Қош келдіңіз. Жалпы соңғы уақытта трендте жатқан кибербуллинг, лудомания, интернет қауіпсіздік, интернет алаяқтық деген тақырыптарды Қазақстанда тереңнен зерттеп жатқан мамандардың бірісіз. Айтыңызшы, еліміздегі жағдай қалай? Статистика көңіл көншіте ме? Егер кибербуллингке келетін болсақ, жалпы бізде 2018 жылы ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының зерттеуімен 2018-де үлкен сонда зерттеу жүргізілді. Кибербуллинг жалпы буллинг бойынша және олардың нәтижелері бойынша бізде Қазақстанда әрбір 5-ші бала кибербуллингпен кездеседі, кибербуллингке қатысады, немесе кибербуллингтің құрбаны болады. Біз рестарт жобасы аясында былтыр және биыл тура солай әлеуметтік зерттеу жасадық. Жалпы динамикада көру үшін осы 3 жылдың ішінде қандай нәтижелер, қандай айырмашылықтар, жалпы динамика қалай, трендтер қалай, және біздің зерттеуімізде 3000-нан астам жастар қатысты, 14 пен 28 аралығында, және біздің зерттеуімізде дәл осы сандарды дәлелдейді. Біздің зерттеуіміздің нәтижесінде 18,6% оқушылар кибербуллингке ұшырады, яғни кибербуллингтің құрбаны болды. Ол негізінде өте ауқымды, өте үлкен мәселе. Және біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы мәселеге де көп назар аударып жатыр. Және қазір білуімше, білім және ғылым министрлігінің жанында арнайы топ бар. Олар кибербуллингті, буллингті зерттеп, қазіргі кезде заңнамаға өзгерістерді ұсынып жатыр. Біз де сол топтың құрамындамыз. Біз де талдау, зерттеу жасап жатырмыз. Мысалы, халықаралық деңгейде, басқа елдерде осы проблема қалай шешіледі. Біздің Қазақстанның заңнамасында қазіргі кезде кибербуллинг туралы ешқандай арнайы бап жоқ. Яғни, мысалы, кибербуллингке ұшырасаң, құрбаны болсаң, сен заңнама негізінде сотқа бере алмайсың. Өйткені басқа енді әртүрлі баптар бар. Мысалы, адамның цифрлық репутациясы жөнінде ол баптар арқылы, мысалы, сотқа беруге болады. Бірақ арнайы осы таза кибербуллингке сондай бап әзірше жоқ. Және осы білім және ғылым министрлігінің жанында топ осы мәселе қарастырып жатыр. Өйткені кибербуллинг кейбір кездерге суицидке де апарады. Жалпы, мысалы, барлық ауруларды алатын болсақ, жастардың арасында 100%-дан 16% ол психологиялық аурулар. Ол өте үлкен сан деп ойлаймын. Және депрессияға, мысалы, андай бала кибербуллингке ұшыраса, андай мінез құлығы өзгереді, үлгерімі төмендейді, және ол өте үлкен проблема деп ойлаймын. Бірақ оны сезуге, оны бағалауға өте қиын. Өйткені, мысалы, былай буллинг болса, сен адаммен бет кездесесің, сен білесің, саған кім буллинг жасап жатыр. Ал кибербуллинг, мысалы, адам интернетте саған сонда негативті комментарий, пост жаса, ол адамды тану өте қиын. Мысалы, өйткені әртүрлі фейктар бар, боттар бар, және кім саған сондай кибератака жасап жатыр, анықтауға өте қиын. Сондықтан осы кибербуллингтің, буллингтің айырмашылықтары осы негізінде осыда. Өйткені агрессорды анықтауға бірнеше арнайы зерттеулерді жасау керек. Егер біздің, мен сөйлей берейін бар, қарай.
Егер біздің зерттеуімізге келетін болсақ, мысалы, егер қала мен ауылды жерлерді салыстыратын болсақ, кибербуллинг, буллинг қалаларда көп кездеседі екен. Және мысалы тілді тіл жағынан қарастырдық. Қазақ тілді мектептер, жоғары оқу орындар, орыс тілді мектептер, вуздар және бұлай салыстырмалы түрде орыс тілді оқушылар арасында кибербуллинг жоғары екен. Және отбасы жағдайды анықтауға тырыстық. Мысалы, отбасыда жалғыз бала болса, немесе көп балалы отбасы болса, ол жерде мысалы қай жерде кибербуллинг көптеу кездеседі екен. Сонда отбасыда жалғыз балалар, олар көптеу кибербуллингке қатысады, немесе кибербуллингке ұшырайды, немесе көп балалы отбасыларға қарағанда. Осы жақында қазақтың белгілі жазушысы кибербуллингтің зардабынан өз-өзіне қол жұмсаған болатын, естіген боларсыз. Яғни екеуара жеке хатты үшінші тарап салып жіберген әлеуметтік желіге. Бұл кибербуллинг болып санала ма сонда? Негізінде әлі соттың шешімі шыққан жоқ, әлі іс қарастыруда, сондықтан сол кісі кибербуллингке ұшырды, сол себептен суицидке барды деп біз айта алмаймыз. Сондықтан біріншіден соттың шешімін күту керек, және ол кісі жазушы болды, шығармашыл адам, және себептер әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бірден ол кісі кибербуллингке ұшырды, сол себептен суицидке барды деп айту ол дұрыс емес болады деп ойлаймын. Бірақ расымен де кибербуллингтің элементтері болды, оны растау керек. Расымен де кейбір адамдар оған жаман пікірлерді жазды, он посттар арасында, өзінің жеке парақшаларда сол кісі жайлы да біраз теріс мәліметтерді жазды. Сол кезде ол кибербуллингке ұшырды. Бірақ дәл сол случай, сол момент суицидке апарды ма әлде жоқ па, біз қазір айта алмаймыз. Демек, екеуара хатты, переписканы, фотоны желіге салу заңмен қудаланбайды ғой, Әзірше жоқ. Енді күні кеше заң шыққалы жатыр, әлеуметтік желілерді бұғаттау деген. Депутаттар қолдап жатыр екен. Бұл олардың айтуынша балалар арасындағы кибербуллингтің алдын алады дейді. Сіз маман ретінде бұған не дейсіз? Қаншалықты алдын алады? Дұрыс шешім ба? Негізінде ол әлі заң емес, ол бірнеше заңнамаларға өзгерістерді енгізу, және ол тек қана жоба ретінде, және депутаттар кеше ғана 15 қыркүйекте первое чтение дейді, бірінші рет тыңдап қолдады, бірақ әлі осы сұрақ бірнеше рет қарастырылады. Дегенмен мен оқыдым, депутаттар, екі депутат осы ұсыныспен шықты, Динара Закиева мен Айдос Сарым, және олардың негіздемесінде осы заңнамаға өзгерістер кибербуллингке қарсы шығады. Соны оқығаннан кейін, зерттегеннен кейін мен басқа елдердің практикасын, тәжірибесін көрдім. Мысалы, Түркияда былтыр ғана тура сондай заң қабылданған екен, және Түркияда бұлай олар анықтады: егер кез келген әлеуметтік желілердің пайдаланушы саны 1 миллионнан артса күніне Түркия халқынан, сол кезде олар осы әлеуметтік желі немесе мессенджер Түркияда өз өкілдігін ашу керек. Ресейде де сондай тәжірибе бар, қазір сондай өзгерістер қарастырылып жатыр. Енді халық кейбірлер қолдайды, кейбірлер қарсы шығады. Негізінде түпкі идея ол дұрыс. Өйткені егер біз осы халықаралық
аренаның бір бөлігіміз болса, енді Қазақстан қазір бізде глобализация болып жатыр, біз осындай стандарттарға сай болуымыз керекпіз, және өзіміздің балаларымызды қорғауымыз керекпіз. Бірақ біздің депутаттарымыз оны халыққа дұрыс жеткізбеді деп ойлаймын. Мысалы, мен бүгін ғана осы интервью алдында Динара Болатовнаның да, Айдос Сарының Инстаграм парақшаларына кірдім, Фейсбук парақшаларына кірдім. Жалпы оларда мүмкін объяснение болатын шығар, неліктен олар сол шешімге келді, мүмкін олардың зерттеулері де бар шығар, және оларды халыққа жеткізу керек. Бірақ өкінішке орай мен таппадым. Тек қана осы әлеуметтік желілер бақтарда олардың пікірлері, басқа сарапшылардың пікірлерін оқып, өзім сондай нәтиже шығардым. Және осы енгізілетін баптарда оларда жазылмаған, мысалы, кибербуллингке жататын материалдарды алып тастау керек. Ол жерде былай жазылып тұр: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін материалдар. Ол жерде кибербуллинг қана емес. Ол жерде, мысалы, незаконное собрание, незаконные митинги, мысалы, оппозиционный бір материалдар шығу мүмкін. Сондықтан ол бап, ол формулировка өте кен, өте ауқымды. Ол жерде кибербуллинг көрсетілмеген. Ол жерде негізінде сылтау етіп те жасап тұрған болу мүмкін, Сұраққа тағы қосатын бар. Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Ойшыбаев Кемелбек Бақтығұлы айтуынша, мысалы, оларға жылына 100 мыңнан астам арыздар түседі. Осы әлеуметтік желілерде кибербуллингтің случайлары оларға жіберіледі. Олар әлеуметтік желілердің администратор дейді ғой, оларға жібереді запросты, бірақ олар кейбір кезде жауап бермейді, кейбір кезде оларға жеткізу мүмкін емес. Енді өйткені Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте олар өте үлкен әлеуметтік желілер, басқа елде, мысалы, штаб-квартиралары орналасқан. Сондықтан осы 100 мыңнан астам келген арыздардан 20% ғана жетеді. Және олардың ішінен олар кейбірлеріне ғана жауап береді. Сондықтан вице-министр айтуынша, егер бізде Қазақстанда осы әлеуметтік желілердің өкілдері болса, олармен қарым-қатынастар тезірек орнатылады, және осындай кибербуллинг случайлары болса, тезірек осы контентті алып тастауға өкілдері арқылы олар көмектеседі, мысалы. Бірақ расымен де сол тезірек бола ма, әлде болмай ма, айта алмаймын. Осы бүгін ғана іздедім. Жалпы, мысалы, Фейсбуктың өкілдері әртүрлі. Фейсбукта 30 мемлекетте өздерінің өкілдері бар екен. Және ол өкілдері осы случайларды қарастыра ма, әлде штаб-квартира, головной офис солардың құзыретіне жатады ма? Жалпы Фейсбуктың өкілдерінің міндеттері қандай, оны таба алмадым. Және бір танысым бар еді, Фейсбукта істеген өкілдіктен, Германияның өкілдігінде. Ол кісіден сұраса, ол осы сұраққа жауап бермеді, өйткені ол құпия екен. Және олар жұмысқа тұрғанда арнайы келісім шартқа қол қояды екен. Олардың функцияларына, құзыретіне не кіретін көпшілікке айтпау керек екен. Сондықтан біз осы өкілдіктер ашылғаннан кейін олар не істейді, расымен де осы мәселені шешуге көмектеседі ма, көмектеспейді ма, әзірше белгісіз. Екінші жағынан нәтижелерге қарайтын болсақ, егер расымен де осы барлық шарттар, барлық өзгерістер біздің балаларымызды қорғауға көмектесе, онда мен келісемін. Өйткені мен де ата-анамын, мен де балам бар, және мен өзім жеке басынан кибербуллингке ұшырдым Facebook парақшасында, әлеуметтік парақшасында. Сондықтан мен түсінем, ол адамның психикасына қалай әсер етеді. Мысалы, біз үлкен адамбыз, біз кейбір кезде
жарайды жаза берсін деп мән бермеуіміз де мүмкін, бірақ балалардың психикасы әлі дамып жатыр, әлі дұрыс тұлға ретінде олар қалыптаспады, сондықтан оларға басқашалай әсер ету мүмкін. Және біз білеміз, кибербуллинг осы Қазақстанда бірнеше рет суицидке апарды. Мысалы, былтыр Нұр-Сұлтан қаласының бір оқушысы өкінішке орай кибербуллинг үшін суицидке барды. Өйткені балалар әлеуметтік желіде оған сен футбол ойнай алмайсың, сен сондайсың, мұндайсың деп жаза бергеннен кейін ол бала сондай шаққа барды, және ол өте өкінішті, бірақ сондай бірнеше случайлар болды. Оны да мойындау керек. Кибербуллингке байланысты қандай орталықтар бізде қазір жұмыс істейді? Психологиялық көмек көрсету орталықтары болсын, мысалы кибербуллингке ұшыраған бала не істеу керек? Кімге хабарласу керек? Бізде осы рестарт жобасы аясында біз арнайы оқытуларды жүргіземіз. Жалпы кибербуллингке ұшырасаң не істеуің керексің, арнайы инструкцияларды дайындаймыз. Мысалы, былтыр біз 1000 адамды оқыттық, былтыр 500 адамды оқыттық. Бірақ 1500 адам ол өте аз, өйткені Қазақстанда бізде 3 миллионнан астам бала бар, 5 миллионға жуық жастарымыз бар. Егер сіздердің бағдарламаларыңызды көретін көрермендерге айтарым, егер кибербуллингке ұшырасаңыздар, ең алдымен негативті комментке жауап бермеңіздер, мән бермеңіздер, және агрессормен полемикаға түспеңіздер ең алдымен. Екіншіден, барлық сондай комменттерді, посттарды скрин жасау керек. Өйткені әлеуметтік желілерде, WhatsApp болсын, басқа желілер болсын, ол жерде жазып, сосын өшіруге болады, және ертең сіздер дәлелдей алмайсыздар, мысалы, расымен де кибербуллингке ұшырағаныңызды. Сондықтан міндетті түрде скриндерді жасау керек. Үшіншіден, егер ол 18 жасқа толмаған бала болса, міндетті түрде мектеп психологына, ата-аналарға немесе достарына айту керек. Өйткені ол сондай психологиялық атака, және ол бала жалғыз қалмау керек. Және егер осы агрессор қайта-қайта қойма жатса, және сіздің өміріңізге қауіпті тудырса, онда уже полицияға барып арыз жазу керек. Және бізде Қазақстанда 111 балалардың сенің телефоны жұмыс істейді. Ол 2000 қателеспесем 17-де ашылды, 2020 немесе 19-да жабылды, сосын қайтадан ашылды, бірақ қазір жұмыс істеп жатыр. Ол 111, 111. Неліктен 111? Өйткені кез келген балаға, 4-5 жастағы балаларға бір санды 3 рет басуға оңай, мысалы 109-ға қарағанда. Сондықтан осы телефонға хабарласуға болады, және ол телефонда кәдімгідей кәсіби психологтар жұмыс істейді, мамандар, және ол арнайы консультация бере алады. Не істеу керек, қайда бару керек, ол енді әртүрлі случайға байланысты. Және 14:00 қателеспесем. Кибербуллинг тақырыбы осымен түсінікті. Енді лудоманияға келетін болсақ, интернет тәуелділік, 21 ғасыр жаһандану, бұл тақырып әлі тоқтай ма, шегі бола ма, әлде бұл тек қана бастамасы ма? Енді интернет тәуелділік өте күрделі мәселе. Өйткені, мысалы, сен күніне неше сағат интернет пайдаланасың, 5-8 деп жауап берсе, бала анықтай алмайсың, ол интернетке тәуелді ме, әлде тәуелді емес пе? Өйткені интернетке тәуелділік ол психологиялық мәселе, және ол жерде кәдімгідей жан-жақтан осы мәселені зерттеу керек. Мысалы, бала интернетте көп уақыт отырса, интернетте не істейді? Мысалы, 5 сағат отырса, мүмкін ол 5 сағат сабақ оқып жатыр, сондай арнайы YouTube каналда обучающий видеороликтарды көріп жатыр, немесе оларда дистанционный сабақ болып жатыр. Ал екінші жағынан ол скроллинг, серфинг дейді, онымен де айналысу мүмкін. Сондықтан біз қарауымыз керек, біз бала интернетте не істейді, қандай
контент қарайды, неліктен ол интернетті көп пайдаланады, ол өте сондай күрделі мәселе, және бізде Қазақстанда ол мәселе әлі дұрыс зерттелмеген, және осы мәселеге әлі дұрыс назар аударылмаған. Бірақ осы жылдан жылға интернетке тәуелді балалардың саны артырып жатыр. Мысалы, былтыр да біз зерттеу жасаған болатымыз, биыл да осы тақырып бойынша, және балалар растайды, олар расымен де интернетке тәуелді екенін, және біз былтыр арнайы методика жасаған болатымыз. Осы интернетке тәуелді баланы қалай анықтауға болады. Ол жерде кәдімгідей үлкен жұмыс, үлкен нәтиже, және біз сол методиканы былтыр 7,5 мың мектеп психологтарды үйреткен болатымыз. Солардың ішінен 300 психологтарды ары қарай супервизияға алған болатымыз. Енді қазір мектеп психологтар осы методиканы пайдалана ма, пайдаланбай ма білмеймін, бірақ пайдаланады деп үміттенемін. Өйткені мектеп психологтардың да бір үлкен жеке мәселелері бар. Мысалы, олар жыл сайын ауысады, бүкіл мектепке бір 3-4 мың оқушы бар мектепке бір ғана психолог, ол әрине жетпейді. Сондықтан он басқа да интернетке тәуелділіктен басқа да суицид, басқа да нелер құзыретінде басқа да мәселелер бар. Және ата-аналарға арнайы жаднама жасадық. Осы интернетке тәуелділікке келетін болсақ, мына жерде ата-аналардың рөлі өте үлкен, өте зор. Өйткені кім балаға мысалы гаджет, телефон береді? Біз өзіміз береміз, біз балаға үйретеміз жалпы телефон дегеніміз не. Және телефон бергеннен кейін ата-ана міндетті түрде қадағалау керек. Бала телефонда отырса, немен айналысып отыр, не қарап отыр, YouTube болса, мультиктер болса, қандай контент. Өйткені ол жерде де агрессиялар қазіргі кезде өте көп. Майнкрафт дейді, Brawl Stars дейді. Ол жерде, мысалы, мен даже өз туған баламнан байқадым, сол мультфильмдерді қарағаннан кейін оның салған суреттері өзгерді. Егер бұрын ол мама папаны салатын гүлдерді, үйлерді, қазір ол сондай құбыжықтарды, сондай кейіпкерлерді сала бастады. Және ол да мен үшін бір белгі. Және бізді қарап жатқан ата-аналарға да айтарым, міндетті түрде балалармен сөйлесіңіздер. Бала не істейді, әлеуметтік желілерде отырса, он профайліне кіріп тексеру керек, қандай посттарды салып жатыр, астында қандай комментарийлер келіп жатыр. Сол осы мәселеде ата-аналардың рөлі өте зор, өте үлкен. Және интернет тәуелділік туралы негізінде көп айта берем мен. Үлкен зерттеудің нәтижелерін осы жақын арада брифингте жариялайтын боламыз. Және осы тақырып басқа да заинтересованный тараптар дейді ғой, олардың да назарын табады деп ойлаймын. Ал лудоманияға келетін болсақ, ол интернет тәуелділіктің бір түрі. Ол құмар ойындарға интернет ойындар. Тәуелділік. Ол жерде казино болу мүмкін. Және де мысалы біз телефонда ойнағанда кейбір кезде сұрайды ғой, мысалы бір деңгейін көтеру үшін бір нәрсе сатып алу керек. Сен қайта-қайта карточкадан ақша саласын, деңгейін көтересің, бір нәрсе сатып аласың, ол да лудоманияға жатады екен. Және біздің зерттеуіміз бойынша мектеп оқушыларда, енді олар онлайн казино әзірше ойнамайды, олар сетевой ойындар бар ғой, соларда ойнайды екен. Және кейбір балалар растады, олар ай сайын 3-4-5 мың теңге ақша соған жұмсайды екен, және күніне 4 сағаттан көп ойнайды екен. Ал енді жастарды алатын болсақ, енді 18-20-25 жастағы
адамдарды олар онлайн казиноларға көп ақша жұмсайды екен, көп уақыт жұмсайды екен. Және біз жоба аясында черный каталог дейді ғой, сондай арнайы тізім жасадық. Өзіміз мониторинг жүргізіп, почти 80-ге жуық сондай сайттарды анықтадық, және олардың тізімін министрлікке, әртүрлі министрлікке жіберген болатынбыз, және бізге жауап келді. Расымен де олардың жартысы блокировкаға кету керек, кейбірлері уже блокировать етіп тастады, кейбірлер бойынша қазір арнайы сондай зерттеулер жүріп жатыр. Сондықтан ол лудомания деген негізінде өте үлкен мәселе, өйткені менің бірнеше таныстарым, достарым бар, осы құмар ойындарға соңғы ақшаларды салып, басқалардан қарызға алып, машинасын сатып, сөйтіп бар нәрсені соған салған, және бірнеше отбасы сол себептен ажырасты. Өйткені ол расымен де ауру, психологиялық ауру, және ол аурудан қалай құтылу керек. Бізде мемлекетімізде әзірше мықты мамандар осы салада өте аз. Сондықтан осы саланы дамыту керек, және осы саладағы психологтарды, арнайы мамандарды дайындауымыз қажетпіз. Бағана контент деп өттіңіз. Контент демекші, қазіргі балаларға арналған қазақша контентке көңіліңіз тола ма? Кімдерді қарайсыз? Балаңыз кімді қарайды дегендей? Енді бізде Қазақстанда қазіргі таңда қазақша контент өте аз. Санатымен қарайтын болсақ, 0-ден 6-ға дейін бізде балапан телеарнамыз бар, және ол жақсы контент жасайды балаларға. Бірақ 7 жастан бастап арғарай балаларға қазақша контент жоқ. Балапан әрине барлық санаттағы балаларды қамти алмайды. Негізінде мемлекетімізде сондай идея болған. Мысалы 0-ден 6-ға дейін балапан болса, 7-ден 15-ге дейін басқа бір арна болса, және 15-тен мысалы жоғары 24-25-ге дейін тағы бір сондай арнайы телеканал болса. Бірақ әзірге ол идея жүзеге асырылмады. Бізде тек қана балапан бар, және мысалы мен балам қазір 6 жаста, және мен ата-ана ретінде қазір ойланып тұрмын, ертең 7-ге 8-ге толған кезде балаға не көрсетемін. Өйткені ютубта әртүрлі бағдарламалар бар орыс тілде, бірақ қазақ тілінде контент өте аз, және ол мемлекеттік деңгейдегі бір үлкен мәселе деп ойлаймын. Өйткені балалар 6 жасқа дейін қазақша үйренеді, қазақша ойлана бастайды. Қазір бізде мемлекетімізде тіл мәселесі өте өзекті болып тұр ғой. 6-ға дейін жарайды, бала қазақша ойланады, қазақша контент қарайды. Ал 7-8-ге келген кезде осы контент балаларға енді қызықты емес, басқа контент іздей бастайды, YouTube-қа барады. YouTube-тан бізде негізгі 98% контент орысша. Және бала енді 7-8 жастағы бала әлі кішкентай, ол тез басқа тілдерді тез қабылдайды. Сондықтан балалар примерно 15 жасқа келген кезде орыс тілді болып шығады. Ол өте үлкен мәселе, және ол бір мемлекеттік деңгейде арнайы бағдарлама жасауымыз керек. Біз өйткені біз балаларды дайындап, сосын бір мезетте жоғалтамыз, ұрпақты жоғалтамыз деп айтсақ та болады. Және ол біздің мемлекеттік идеямызға, мәңгілік ел идеямызға, рухани жаңғыруға соларға сай келмейді. Соңғы мәселе, президент өз жолдауында НИТ жастарды азайтуға тапсырма берген еді, яғни жұмыс істемейтін, оқымайтын жастар категориясы. Осы бойынша жұмыстар басталып кетті ма? Қандай нәтижелер күтудесіз? Бүгін ғана осы НИТ жастарға байланысты бір кездесуге, сессияға қатыстым. Қазіргі кезде арнайы жоба дайындалып жатыр, және осы желтоқсан айында мәжіліске кіретін болар. Заңнамаға өзгерістерді енгіземіз. Заңнамада енді бізде
мемлекеттік жастар саясаты заң бар, және ол жерде НИИТ санатындағы жастар кімдер анықтама берілетін болады. Бірақ сол анықтаманы беру үшін қазіргі кезде сарапшылар ойланып жатыр, методиканы жасап жатыр, осы НИИТ жастарды қалай анықтауға болады. Өйткені бұлай аббревиатура түсінікті, not educated, not trained, not development, оқымайды, повышение квалификацияға бармайды, жұмыс істемейді. Бірақ бұлай тереңірек қарайтын болсақ, мысалы декретке шыққан адам, әйел адам, ол жұмыс істемейді, оқымайды, бірақ ол НИИТ санатына жатады ма, әлде жатпайды ма? Немесе мысалы денсаулыққа байланысты адамдар, олар да жұмыс істей алмайды, бірақ олар НИИТ санатына жатады ма, жатпайды ма? Немесе әскери адамдар, фриланстар бар бізде, сондай нюанстар өте көп, және қазіргі кезде ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, жастар зерттеу орталығы, олар сондай сарапшыларды, жастарды, әртүрлі санатындағы жастарды арасында НИИТ-те бар, солардың бәрін жинап, сондай арнайы фасилитационная сессия дейді оны, сондай арнайы сессияларды, талдауларды жасап, методика жасалып жатыр, жалпы НИИТ жастарды қалай анықтауға болады. Өйткені қазіргі бар методика, ол әлі нәтижесін бермей жатыр, толық емес. Қазіргі методика толық емес, нәтижесін бермей жатыр, және өзіміздің Қазақстандағы методиканы әзірлеуіміз керекпіз. Мысалы, халықаралық методикада 15-28 жас аралығында олар есептейді, басқа ұйымдар 14-тен қарайды, кейбірлер 34 жасқа дейін қарайды, ал бізде мысалы заң бойынша жастар 14 жастан 28-ге дейін. Сондықтан біздің сандарымыз кейбір кезде сәйкес болмай жатыр да, және осындай жеке біздің мемлекетімізге сай модельді шығарсақ, болашақта жақсы нәтиже береді. Және НИИТ жастардың ішінде де арнайы сондай классификация жасайтын болсақ, біз түсінетін боламыз әр категориямен қалай жұмыс істеу керек. Және қазіргі кезде жастар ресурстық орталықтар бар. 11 облыста білуімше сол ресурстық орталықтардың негізінде арнайы бөлімдер ашылды НИИТ жастармен жұмыс жөнінде, және жылдың соңына дейін осы тәжірибе барлық өңірлерге таратылатын болады. Сұхбатыңызға рахмет.